Мен енемнің құпиясын біліп қойдым. Енді үнсіз қалу маған да оңай емес. Құрметті тыңдарман, арнамдағы жаңа әңгімені жіберіп алмаңыз. Енемнің құпиясы. Автор Айжан Шынарова. Бір үйдің жалғыз келінімін. Бұл шаңыраққа келін болып түскеніме 8 жыл болғанда атам дүниеден өтті. Атам мінезі жұмсақ, ешкімге зияны жоқ, өзімен өзі жүретін жан еді. Үйдің тірегі сияқты көрінетін. Оның кеткені бәрімізге ауыр тиді. Сол кезде біз 2 балалы едік. Өмір өз ағысымен жүріп жатқандай көрінетін. Ата енемнің 1 ұлы, 2 қызы бар. Қыздары тұрмысқа шығып кеткен. Менің жолдасым ортаншысы. Үйдің барлық жауапкершілігі бізге қарап қалған. Атамның барлық рәсімдерін өткізіп, адам аяғының сәл саябырсыған күндерінің бірі еді. Сол күні мен телефонымды таба алмай қалдым. Қызым, әжеңнің телефонымен маған звондап көрші, дедім үлкен қызыма. Ойымда ештеңе жоқ. Шаршағанмын. Қызым әжесінің телефонын алып, бір батырманы басып жіберді де маған ұстата салды. Мама, гудок кетіп тұр, тыңдап көрші, деді. Телефонды құлағыма апардым. Бір сәт экран жарқ ете қалды. Сол кезде көзіме түскен жазу жүрегімді тоқтатып жібере жаздады. Алтыным, сағындым. WhatsApp'тан келген хабарлама. Дем жетпей қалды. Қолым дірілдеп кетті. Мен оны көріп қойғаныма ұялып кеттім. Бұл менің көруге тиіс емес дүнием сияқты еді. Тез енемнің телефонын қызыма қайтарып бердім де, сен ұстап тұршы, мен басқа бөлмеден қарап келейін, деп шығып кеттім. Бірақ ойым өзімнің жоғалтқан телефонымда емес еді. Жүрегім тарсылдап, кеудемнен шығып кетердей күйдемін. Сол сәтте ғана бір нәрсені түсінгендеймін. Енем соңғы кездері телефоны үнемі тығып ұстайтын. Біреуге көрсетпеуге тырысатын секілді. Мен оған мән бермеппін. Бір кезде енемнің дауысы шықты. Кәусар, мамаңның телефонын тапсаңдар әкел бері. Мен бәрін естіп тұрмын. Алайда бір ауыз сөз айтуға шамам келмеді. Сол бір хабарлама ойымнан кетпей қойды. Алтыным, сағындым. Кімнен? Қалай? Қашаннан бері? Сол күннен бастап мен өзгердім. Енемді еріксіз аңдитын болдым. Телефон ұстаса көзім сонда. Біреумен сөйлессе құлағымды түремін. Кешігіп келсе, терезеден сыртты қараймын. Өзімді өзім танымай қалдым. Бірақ күйеуіме ештеңе айтпадым, айта алмадым. Әкесінің жылдығасы өтпеген, мұндайды естісе, намыстан күйіп кететінін білдім. Осы жағдайдан кейін 2 ай өтті. 2 ай бойы мен ішімдегі құпиямен өмір сүрдім. Сол құпия мені іштен жеп бара жатты. Енеме деген көз қарасым қатты өзгерді. Бұрын үндемей жүре беретін мен, енді оның әр сөзіне қарсы шығатын болдым. Ондай кездерді өзімде байқамай қаламын. Ал ең ауыры, атамның суретіне көзім түссе, жүрегім езіліп кетеді. Көзімнен жас тоқтамайды. Мен өзімді оған опасыздық жасаған адамдай сезінемін. Білмей тұрып білгендей болып, ішімнен біреуді айыптап жүргендеймін. Сонымен менің жарылатын күнім таяғандай. Кешкі ас үстінде енем бір нәрсеге шүйлікті. Балаларды дұрыс қарамайсың, үйдің де берекесі жоқ соңғы кезде, деді қабағын түйіп. Әдетте үндемей қалатын мен сол күні жарылдым. Береке жоқ болса, оның себебі бар шығар, дедім. Енем бірден маған қарады. Не айтқың келіп тұр? Жүрегім кеудемді жарып шығатындай. Осы сәтті қанша уақыт күттім. Енді артқа жол жоқ еді. Айтайын ба? Дедім. Әлде өзіңіз айтасыз ба? Түсінікті сөйле.
деді ол ашуланып. Мен оның көзіне тіке қарадым да, мен бәрін білемін. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Нені білесің? Деді, даусы таңырқап. Телефоныңыздан көрдім. Алтыным, сағындым дегенді. Мына сөздерді естіген енемнің жүзі бір сәтте өзгеріп сала берді. Сен менің телефонымды ақтардың ба? Деді дір-дір етіп. Ақтарғам жоқ. Кездейсоқ көрдім. Өткен жолы телефонымды іздеп қоңырау шалғанымда, деп ақталғандай жауабын бердім. Көзіме жас келіп кетті. Атам, енді ғана қайтыс болды. Сіз болсаңыз, сөзім тамағыма тығылып қалды. Қалай ғана дәтіңіз барды? Енем үнсіз қалды. Сол үнсіздік мені одан сайын ашуландырып жіберді. Сіздің біреуіңіз бар екенін білемін, дедім тістеніп. Енем не дерін білмей ұзақ үндемей отырды да, сосын ауыр күрсінді. Ол дәл осы кезде қартайып кеткендей көрінді. Иә, бар, деді жаймен. Жүрегім шым ете қалды. Мен дәл осы сөзді күттім, бірақ естігенде бәрібір ауыр екен. Ұялмайсыз ба? Жасыңыз болса, әйел адамсыз, дедім көзім жасқа толып. Сонда енем маған алғаш рет мен білмейтін бір құпиясымен бөлісті. Сен ештеңе білмейсің, Раушан. Онда айтыңыз, дедім. Неге бұлай істедіңіз? Бұл бүгін, яғни атаң қайтыс болғанда басталған нәрсе емес. Мына сөздер тіпті мені есімнен адастырғандай болды. Сөзін білмей, жалғасын күтіп отырмын. Осыдан 30 жыл бұрын, деп бастады ол. Мен студент едім. Жас, ештеңеден қорықпайтын кезім. Сол кезде бір жігітпен таныстым. Екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Түйдей құрдас едік. Болашағымызды бірге жоспарладық. Үйленеміз деп уәде бердік. Бәрі жақсы еді, деді ол күлімсіреп. Бірақ сол күлкінің артында қанша қайғы жатқанын сездім. Өте бақытты едім, деді де тоқтады. Сосын сол кезде сенің атаң мені алып қашып кетті. Мен селк етіп, қалай? Дедім. Иә, атаң менің келісімсіз, менің сөйлесіп жүрген адамым бар екенін біле тұра солай жасады, деді ол көзін жұмып. Мен келіспедім, жыладым, қашпақта болдым. Алайда бәрі бекер болды. Ең сорақысы, деді, әр сөзін әрең айтып. Ол жігіт, менің сүйгенім сенің атаңның жақын туысы болатын. Мына сөздерді естіген менің денем мұздап кетті. Сонда атам біле тұра? Иә, бізді тағдыр ғана емес, адамдар да айырды. Ол өмір бойы үйленген жоқ. Өмір бойы менің өмірімді бақылап келеді. Мен көзіме жас алып отырмын. Сен алмадым. Мені күтті, деді басын шайқап. Бір-бірімізді көріп өмір сүру өте қиын еді. Мүмкін ол үйленіп, не болмаса осы үйдің туысы болмаса бәрі басқаша болар ма еді. Мен де, ол да ұмытар ма едік, деп көп ойланамын. Алайда тағдыр бізді осылай жасалауды жөн көрді. Мен күйеуім бола тұра бөтен өмірді сүрдім. Жүрегім ауырып кетті. 30 жыл. Мен әйел болдым, ана болдым, бірақ жүрегімнің бір бөлігі сол күйі қалды. Енемнің мына сөзіне не айтарымды білмедім. Жаңа ғана ашуланып тұрғанмен, енді мүлде басқа күйде отырмын. Ал қазір сонда сіздер? Енем маған қарады да. 30 жыл ұстаған сезіміме ерік бердім. Бірақ сендер ойлағандай емес. Иә, біз сөйлесіп жүрміз тек. Жүрегім тағы дүрсілдеп кетті.
Кеш, өте кеш, мен бәрін түсінемін, деді ол күлімсіреп. Бірақ бізде бақытты болуға хақымыз бар шығар. Үнсіз қалдым. Ішімде екі сезім арпалысып жатты. Ашу және аяныш. Сен мені айыптайсың ба? Деді енем. Мен жауап бере алмадым. Сол түн мен ұйықтай алмадым. Күйеуім жанымда алаңсыз ұйықтап жатыр. Ал мен болсам, төбеге қарап, көзімді жұмсам, енемнің әңгімесі қайта-қайта құлағымда жаңғырады. Жүрегім тағы да сыздап кетті. Күйеуіме қарадым. Ол ештеңе білмейді. Әкесін жаңа ғана жер қойнына тапсырды. Әлі де соның қайғысынан шыға алмай жүр. Ал мен болсам, оның өмірін төңкеріп жіберетіндей шындықты білемін. Ішімдегі бір дауыс. Айтуың керек. Бұл сатқындық. Оның білуге құқығы бар десе, екінші дауыс. Жоқ. Үндеме. Бұл енеңнің құпиясы деуде. Көзімді қатты жұмдым. Не істеймін? Деп өзіме сыбырлап жібердім. Таң ата бергенде ғана көзім ілінді. Таңертең ас бөлмеде енем екеуміз ғана қалдық. Кеше болған әңгімеден кейін алғаш рет бетпе-бет отырмыз. Ол маған қарамауға тырысады. Мен де үндемеймін. Бірақ бұл үнсіздік екеумізді де тұншықтырып барады. Раушан, деді бір кезде. Мен басымды көтердім. Даусы кешегідей емес. Күйеуіңе айтпайсың ба? Білмеймін. Айтуым керек сияқты, дедім ойымды жасыра алмай. Мен де оңай жағдайда тұрған жоқпын, дедім даусым қарлығып. Оны алдап жүргендеймін, бетіне қарай алмаймын. Сен ешкімді алдаған жоқсың. Бұл менің жүгім, деді енем көзі жасаурап. Бірақ мен білемін, біліп тұрмын, үндемей жүремін бе солай? Дедім шыдамай. Менің де көзіме жас келді. Ол ертең біліп қойса ше, мені сатқын көреді ғой. Күндер өте бастады. Алайда менің ішімдегі арпалыс тынышталар емес. Күйеуім кешкісін жұмыстан келеді. Кәдімгідей күліп, балалармен ойнап, менімен сөйлеседі. Ал мен оған қарап отырып бір ғана нәрсені ойлаймын. Айтсам, не болады? Бірде ол маған қарады да, саған не болған? Соңғы кезде өзгеріп кеттің, деді. Жүрегім аузыма тығылды. Тек шаршадым, дедім көзімді тайдырып. Жоқ, сен бір нәрсені жасырып жүрсің. Мына сөздерінен тынысым тарылып кетті. Міне, сәті келді. Айта салсам ба екен? Сонымен бәрі бітеді, мен жеңілдеймін. Айтшы, не болды? Деді күйеуім жақындап келіп. Мен оның көзіне қарадым. Оның көздерінде сенім бар маған деген. Біздің отбасыға деген. Сол сенімді өз қолыммен қиратқым келмеді. Қанша айтуға тырыссам да, уайымдама, бәрі дұрыс, дедім ақыры. Ол біраз қарап тұрды да, сосын күрсініп, басын изеп, жарайды, дайын болғанда өзің айтарсың, деді. Сонымен осы құпиямен тағы бір жыл өмір сүрдім. Бір жыл. Әр күнім ішімдегі ауыр тасты көтеріп жүргендей өтті. Кейде түнде шошып оянамын. Сосын бір ғана ой келеді. Мен бір жылға әрең шыдадым. Ал енем қалай 30 жыл көтеріп жүр екен? Осы ой мені мазалай берді. Жауап тапқым келді. Тек шындықты емес, сол адамның кім екенін. Содан бастап мен тағы өзгере бастадым. Үйге келіп кетіп жүрген ағайындарға бұрынғыдай қарамаймын. Әрқайсысына басқа көзбен қараймын. Сөзін тыңдаймын, қимылын бақылаймын, енеме қалай қарайтындарын аңдаймын. Өзімнен өзім қорқып кеттім. Мен кімге айналып барамын? Енемнен сұрауға батылым жетпеді. Оның өзі де өзгеріп кеткен. Бұрынғыдай емес, екеуміздің арамыз мүлде суып кетті. Бір үйде тұрсақ та бөтен адамдар сияқтымыз.
Кейде көзіміз түйісіп қалады. Сол сәтте екеуміз де тез бұрылып кетеміз. Арамызда айтылмаған, нүктесі қойылмаған әңгіме бар. Мен енді ой елегінен өткізе бастадым. Атамның туыстарын, үйленбегендері жоқ емес, бар. Солардың ішінде енем мен түйдей құрдас үшеуі есіме түсті. Біріншісі Нұрлан аға. Сабырлы, аз сөйлейді. Көзінде бір мұң бар. Бірақ ол ешқашан енеме тік қарап сөйлеген емес. Әлде әдейі ме? Екіншісі Қайрат аға. Керісінше, ашық, көп күледі. Алайда кейде енем кіргенде даусы бәсеңдеп кететінін байқаймын. Бұрын мән бермеппін. Қазір әр нәрсе күдік тудырады. Ал үшіншісі, оны мен тек естуім бар. Көрмегенмін. Атын ғана білемін. Неге екенін білмеймін. Жүрегім сол адамға тартып тұрады. Сол болуы мүмкін деген бір ішкі сезім бар. Өзіме өзім ашуланып кетемін. Не істеп жүрмін мен деп. Біреудің өмірін, біреудің тағдырын іштей қазбалап жүргенім дұрыс па? Қанша тырыссам да тоқтай алмадым. Күн сайын күдігім өсіп бара жатты. Кейде дастархан басында бәрі жиналғанда олардың жүздеріне қарап отырамын. Кім қалай қарайды, кім үндемей қалады, кім көзін тайдырады. Бір күні енем шай құйып отырды. Сол сәтте Нұрлан аға кіріп келді. Көздері бір сәтке түйісіп қалды. Тек бір сәт. Бірақ сол сәттің өзінде бір нәрсені сездім. Айта алмаймын, дәлелім жоқ. Басқалар байқамайды. Ал мен бәрін көрдім. Сол түні тағы ұйықтай алмадым. Нұрлан ағама, әлде мен өзім ойдан шығарып жүрмін бе? Егер мен оның кім екенін білсем, бұл жай ғана құпия болмайды. Бұл үлкен әулетті шайқайтын ұрысқа айналады. Ал мен соны көтере аламын ба? Сол күннен кейін мен іздеуді тоқтаттым. Иә, мен оның кім екенін нақты білмедім. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Кейбір шындықтар ашылмағаны дұрыс. Осылай өз ойларыммен арпалысып жүрген кештерімнің бірінде енем екеуміз ас бөлмеде жалғыз қалдық. Ұзақ уақыттан бері алғаш рет. Үнсіз отырмыз. Раушан, сен әлі де білгің келе ме? Ол кім екенін? Үнсіз отырдым. Ішімде бір жыл бойы мазалаған сұрақ. Сол сәтте әлсіреп кеткендей болды. Жоқ дедім. Мен сізді түсіне бастадым. Дегенім сол еді, енем жылап жіберді. Мен алғаш рет оны ене емес, жай ғана әйел ретінде көрдім. Жас кезінде сүйгенінен айырылған, өз таңдауын жасай алмаған, бар ғұмырын үнсіз көтеріп келе жатқан әйел ретінде. Сол түні мен күйеуіме ұзақ қарадым. Ол тағы да алаңсыз ұйықтап жатыр. Жақындап, жай ғана қолын ұстадым. Кешір, деп іштей сыбырладым. Не үшін екен өзім де білмеймін. Мүмкін шындықты айтпағаным үшін, мүмкін бәрін түсініп кеткенім үшін. Арада уақыт өтті. Мен енді енемді аңдымаймын, сұрамаймын. Оны осы болмысымен қабылдадым. Кейде ойлаймын, бұл дұрыс па? Мүмкін қателескен шығармын. Мүмкін күйеуім бәрін білуі керек еді. Бірақ мен бір нәрсеге сенемін. Кейбір шындықтар айтылмауы тиіс. Атамның суретінің жанынан өткен сайын тек іштей кешіріңіз деймін. Кім үшін айтқанымды өзім де білмеймін. Ал арнамның тыңдармандары, кезекті әңгімем өз мәресіне жетті. Егер сіз менің кейіпкерімнің орнында болсаңыздар, не істер едіңіздер? Пікірлеріңізді төменге жазып, әңгіме ұнаса каналыма тіркеліп, және де лайк басуды ұмытпаңыздар.